киім тіктіріп жатқан едік. Енді тігіншіге келіп жатырмыз. Бұны біз ақ кофтамен киеміз. Бүгін негізі киімдерді тез алып жатырмын. Жансаямен бірге шыққаным жақсы болды. Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз магазинге шықтық. Ақ көйлек, қара юбка алуым керек өзіме. 2 күннен кейін семинар болады мектепте. Соған алу керек, бүгін алу керек. Уже ертең арғы күн үлгермеймін. Табылса екен деп шығып жатырмыз. Семинарға біз киім тіктіріп жатқан едік. Енді тігіншіге келіп жатырмыз. Мен киімім біткен болу керек, соны аламын. Біздің тігінші осы базардың ішінде. Жансая екеуміз келе жатырмыз. Өткенде бір келіп өлшетіп кеткен едім. Қай жерде екен? Есім шығып қапты. Бұл базарды онша білмеймін негізі. Самал базар ғой. Міне біз келдік. Динара апай, саламатсыз ба? Қалайсыз? Шашатындар десеңізші. Міне уже бітіп жатыр, тігіп жатыр. Күшті болып шығады деген ойдамыз. Кім берса, сіздерге көрсететін боламын. Қазір киіп көремін. Hocam? Бұны біз ақ кофтамен киеміз. Сол кезде әдемі болып көріну керек. Қазір мына көйлекпен қалай көрініп тұрғанын білмедім. Нормально шыққан сияқты. Біздің белдігіміз осындай болыпты. Кішкене сыртына көгін шығарған. Бұл примерка. Дайын емес. Жансая өлшетіп жатыр. Дайын емес әлі. Магазинге келдік, Юкситиға. Енді көреміз табылса. Ішіндегі сұйық қандай болып тұр? Мынандай жеңіл мынандай екен. Мына киім де әдемі екен, сыртындағысымен бірге алуға болады. Осы жерден, в общем, біз көйлекпен қара кофта табылды. Енді юбканы алуым керек. Юбка табылмады бұл жерден. Юбка іздеп жатырмыз енді. Главный ақ кофта не табылды. Қара кофтамыз. Жерде бар ма екен? Сіздерде юбка бар ма прямо? Бұл магазинде юбка жоқ. Бірақ Жансая өзіне кофта көріп жатыр. Тұрған жоқ па? Қысып тұрған жоқ па? Әдем ба? Өзіңе ыңғай болып тұрсын. Бұлай әдем екен, е? Жеңі де бәрі. Еще жұмсақ тұрған. Бірақ кофтаның жеңі ұзын екен, алудың қажеті жоқ сияқты. Осы екеуін көріп жатырмын. Кожаный юбка. Кожаный шалбар көрсетіп Және кофта. Осы кофтаны алдым. Енді мына юбканы киіп көріп жатырмын. Осыны бір размер кішірегі бар ма? Бір размер. Бұлай қалай әдемі тұрма? Міне өзім размерімді киіп көрдім. Әдемі тұрған сияқты енді. Осы магазиннен өзіме юбка алдым. Міне Индира Гүлвира ханымдардың анасы. Блогерлердің, қараңыздар, магазины күшті.
әйтеуір юбка табылды өзіме. Бүгін негізі киімдерді тез алып жатырмын, Жансаямен бірге шыққаным жақсы болыпты. Енді всегда Жансаяны алып жүремін қасымда. Әйтпесе өзім жүрсем таңдай алмайсың да, бір өзім алайын ба, алмайын ба деп ұзақ жүріп қалатын едім. Жақсы болды. Сәлем деп қой. Киімдерімізді алдық. Міне енді шығып бара жатырмыз. В общем, бізде семинарға дайындық басталып кеткен. Бүгін семинарға аз уақыт қалды. Біздің ұстаздарымыз сахнаны, киімдерді дайындады. Жаттап алыпты уже. Апай бүйтіп отырсаңызшы, бүйтіп. Ой, апай. Дайындық кезден ғой. В общем, видео. Даңқын қайда төс көрмеген. 200 мың әскерменен кім кішкентай отырарды аламау. Соларға жаттықтарымыз өзіміз. Отырардың осы алтысын таба алмау. Ойын ауыл. Ойындарға сыймайды екен қазанбас. Шашын түйіп өпті. Шашын түйіп алам ба қасын? Артынан есін жіберсе қалсын. Так, көңілге. Әзірдегі зейткері. Туырыш моңғолдардың несі болды ғой мынау? Мына жер кішкентай ақшы. Хандар нөкерлер билемейді ғой. Билейді екен да? Что? Туырыш шығысқаның ана жерде тұратын нөкерлеріне. Базарбай ағай молодец ағай екен. Рахмет ағай. Ата-аналарымыздың аты жөнін жазып жіберіңізші. Современный хамок. Қыздар уже бүгін мынаның бәрін істеп кетсек, ертең дайындық болайын деп тұр ғой. Бүгін таста дайындалған жоқ. Мынадан түскеннен кейін мияқтан түсесіздер, төрт ағам. Мына дамылап жүрмеңдер, бұлайынан деді. Айтып қоймақ. Кішкентай Ту, апай отырысы күшті. Нағыз сол адам құнын білмес бақыттың, намысыңды жықпай өттің, уақыт түлей маусымнан. Нар тәуекел, келсе келсін, батыр жігіт томсарды. Томсарды да қанжарына қол салды. Мен мырзалар, бүгінгі номер 16 жалпы орта білім беретін мектебіміздің төрінде оқуға құштар мектеп жобасы аясында өтіп жатқан отырар кітапханасы шалқая бермейді. Бойында қаһарманға тән қарапайымдылық басым. Сахнаға ақынның жігерлендіру, бақыт геометриясы, шың басындағы оқиға атты өлеңдерін оқуға Динара Жұпарбекқызы, Ақжарқын Қасымқызы, Жұлдыз Талғатқызы ұстаздарымызды шақырамыз. Жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт еткен жақсылығын алып, бекер алаңдадың ау, сіздің емес, өлешек.
көзделген. Әлде бақыт билік екен. Бердім жаным қолына, ендірсің біл, сенсіз өмір жоқ маған. Деді ерні, деді сұлу жасау. Сүйер қауым қалай әуелете шырқайды десеңізші. Кешікпей келем деп әнін қабыл алыңыздар. Отыратын осал тұсын таба алмау, ойда ол, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан, менің ұрпағымның сүйегіне зотаң ба, намысыма, сатсыма. Құдай саған қайдан ғана тап қылды, қайғылары күлкілі, қайраннан қаудара тұлға, аңғармапсың қанатыңа жасырынған түлкіні, ерлігіңе осы болсын сыйлығым, саған қиын, бұл сатқынның билігі. Тұр еді, еркін езіп жимайдырым деп, мына әңгімелерде құтын қашырды, қара шоқы есі шығып дірілдеп. Шыңғыс ханның аяғы басыр. О, ұлы хан, әділдікпен мұныңыз, өлелгенше болып кетейін құлыңыз. Отырарға мен қол үшін бермесем, қалай жаулар деп ұлыңыз. Оған дау жоқ. Әр нәресте, қашан есі кіргенше, жер қадірін, ер қадірін, ең бастысы тіл қадірін білгенше. шығармашылығына деген қызығушылықтарыңыз оянса, біздің мақсатымыздың орындалғаны. География және биология информатика бірлестігіне жолдаймыз. Қабыл алыңыздар.